Сәлем қыздар, үй жағдайында фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып, оның үстіне піскен етімізді қосып қуырамыз қасына. Одан кейін сәбізді теркіден өткізіп қуырамыз. Осылардың барлығын жақсылап қуырып алып, одан кейін бір ыдысқа фунчозамыздың қамырын саламыз. Керектінше өздеріңіз қалауларыңызша саласыздар. Үстінен қайнап тұрған суды, ыстық суды құямыз. Осы ыстық судың ішіне бір 10 минутқа қойып қоямыз. Арасында араластырамыз, қайтып бетін жауып аламыз. Осыны жақсылап мұздай су құйып үстінен алатын боламыз барлығын. Фунчозаның екі түрі болады. Мынау менде қалыңдау түрі болды. Бұны 10 минут ұстадым. Если жұқасы болса, сіздерде оны 5 минут ұстасаңыздар, то езіліп кетеді. Мынау қалың болғандықтан езілмей әдемі болып шықты. Енді үстінен барлық нәрселерді араластырамыз. Приправалардың барлығын қосып, помидор, огурцы, не бар, чеснок, укроп, пістемай, уксус құямыз, тұз себеміз, кориандр қостым, мен фунчозаның приправасын қостым. Осылардың барлығын жақсылап қолдың көмегімен араластырамыз. Мінекей, дайын болды қыздар, ас болсын барлықтарыңыз.